Жақсы сөз жанға қуат береді. Жылы лебіз көңіл құлпын ашатын кілт емес пе? Жақсы сөйлеп, адам көңілін елжіретіп, жақсылыққа жорудың өзі ырыс пен берекенің бастамасы болмақ. Ой мен тәнді жігерлендіретін, семіртіп те сергітетін, сүрінсен анаңның ыстық алақанында жылытатын, қанатыңа жан бітіріп, қыран боп ұшсаң асқақтата биікке шарықтатып, қашан болмасын жанға жылу сыйлайтын жылы лебіз емес пе? Астарың дәмді болсын, балалар. Барлығымызда жылы сөзді естігіміз келіп тұрады. Алайда сөздің адамға жағымды әсері зор екені даусыз. Біздің халқымыздың сөзі қадірлі, адамның сөзі қадірлі деген сөзі де бар емес пе? Ана, мен келдім. Ой, Арқатжан келме? Келе қойды. Әже, Жарығым, кеп қалдың бәс. ата, Ой, құлыншағым. мен бүгін сабақтан 5 алдым. Ағылшыннан 10 бал алдым, математикадан 10 бал алдым. Жарайсың жарығым. Азаматым менің, осындай үлкен білімді азамат болып өс. Айналайын, құлыншағым менің, өркенің өссін. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей салалмас демекші. Жылы лебіз бен мейірімді баланы Абай мұраларынан ақ көре аламыз. Абай берген тәрбие көл көсір. Абайдың әжесінің жылы лебізіне де жететін тәрбие бар ма? Жаман неме дегеннің орнына қарашығым, қоңыр қозым деп еркелетті емес пе? Адамдар бір-біріне жылы сөзін білдіріп, тек жақсылық ойлау, игілік жасау арқылы мейірімділік таныта алады. Жақсы сөз жанға жақын, құлаққа жағымды, ойға қонымды келеді. Сөз жылыта да, жұбата да алады деп әскери қолбасшы Баужан атамыз айтпақшы. Мектеп қабырғасынан, ата-анадан, қоғамнан жылы лебіз естіп өскен бала болашақта Бауыржан атамыз сияқты мейірімді, жылы жүректі, отанын қорғайтын азамат болары анық.